Мен осы Қандыағалы округінде бірнеше жыл басман болып қызмет жасап келемін. Басман болып жұмыс жасағаным көп жылдар болғанмен осы округтың әр саласы, оның ішінде маған тапсырылған жұмыстарды ойдағыдай атқарып келе жатырмын. Және көбінесе менде жұмыс жасайтын ауыл шаруашылығы, содан кейін военкомат, военный дело дейді, қорғаныс істері жөнінде, азаматтарды күзгі әскерді және көктемгі әскерге шақыру жөнінде құжаттармен жұмыс жасау. Содан мен қатар қоғамдық жұмыс, ақылы қоғам жұмыспен жасап, оған жастарды тарту, жұмыссыз жүрген жастарды тарту. Сонымен бірге менің қазіргі тапсырмам нем бойынша, өзімнің категориям бойынша атқарып отырған жұмыстарымның саласы ол мына кредит мәселесі, ауыл шаруашылығында қазір субсидиялау мәселесі, осы жөнінде банктермен көп қожалықтармен бәріміз жұмыс жасап отырамын. Еліміздің жұмыс жасалғаныма осы 41 жыл өзімнің өтілім бар. Еңбек адамды қашанда бақытты қылады. Осы еңбектің арқасында өз бақытымды тауып отырмын деп